Жол бойындағы асхананың маңындағы полицей жолдардағы жарыс ойынын ойнап жатыр. Жас жұбай болуға бара жатқан жас жігіт пен қыз, Чарли мен Рейчел, Лас-Вегасқа барар жолында астық жеп, жолға шығуға дайындалады. Ата-аналарынан жасырын шыққан олар полицейдің өздерінің қашып кеткенін біліп қалуынан қорқады. Сондықтан олар кішкек иттері Бенмен бірге жолға шығады. Асханадан шыққан соң полицей мотоциклімен олардың артынан қуып келеді. Күдіккендей болған Чарли басқа жолға бұрылады. Ол Блэк каньонға апаратын жол. Полицейдің артынан қуып келмегенін растаған соң, Чарли жалғыздықтан пайдаланып, Рейчелмен романтикалық сәт өткізгісі келеді. Бірақ ол үйлену тойынан кейін жалғыз қалғысы келетінін айтады. Чарли қалай болса да келіседі. Олар жолға жалғасып, ең соңғы мүмкіндік атты ескі бензоколонкаға тоқтайды. Қария Сэм, егде жастағы еркек, шектен тыс мінез құлқымен бензин құйып береді және өз шалеуін ұсынады. Бірақ Чарли мен Рейчел маңайдағы жерге шұғыл жетуге асығады. Сондықтан Қария Жошуа ағаштарынан сақтану керектігін ескертеді. Сондай-ақ келесі бензоколонкаға жеткенше жолдың ортасында тоқтамау керек, өйткені қауіпті. Кеңесін түсінбегенмен олар қабылдап жолға шығады. Артында бензоколонканың шамдары сөнеді. Жол жалғасып, Рейчел мен Бен ұйықтап қалады. Чарли жолға көз салады. Жол бойында Жошуа ағаштарын көреді, бірақ елемейді. Ақырында ол да көлігінде ұйықтап қалады және жарнамалық тақтаға соғылып кетуден бір сәтте құтылады. Ешкім жарақат алмайды, бірақ полицей көлігі жақындайды. Көліктен белгісіз полицей шығады. Ол револьвер, таяқ және адам қолдарына ұқсас күрделі кілттер ұстап тұрады. Ол көлікке жақындап, Чарли бәрін жақсы деп айтады. Бірақ жақыннан қарағанда жас жігіт полицейдің бетіндегі ерекше жазуларды көреді. Сөзсіз, полицей көлік есігін қолдарымен жұлып алып, Рейчелді тартып алады. Чарли Бен оны тоқтатпақ болады, бірақ полицей оларды оңай соққымен құлатып, Рейчелді көлігінде ұстап қалады. Жас қыз мойындағы тізбегін түсіріп, көліктен қашпақ болады, бірақ полицейдің қолының қимылымен есік тұтқасы жоғалады. Ол көлікпен алынып кетеді. Бірнеше минуттан кейін Бен соққыдан тәңерісіп, иесіне оянуға көмектеседі. Чарли Рейчелдің атын атайды, бірақ тек тізбегін табады. Басқа амалы жоқ, ол Сэмнің бензоколонкасына қайтады. Жеткен соң ол полицейдің кім екенін және жолдың неліктен қауіпті екенін сұрайды. Сэм жолдың екі тармағы бар екенін ашады, бірегейі тозаққа апаратын атақты жол. Өкінішке орай, Рейчел сол жолмен алынды, басқа жас қыздар сияқты. Оларды сержант, тозақ полициясы деп аталатын адам ұстайды. Олардың ішінде Клара Сэмнің жарыс болған. Ол да Чарли сияқты көлігінде ұйықтап, сержантқа алынған. Енді Рейчелді құтқарудың жалғыз жолы тозаққа кіру. Сондықтан Сэм жас жігітке ескі мылтығын береді. Барлығы дайын болған соң, Чарли заттарын көлікке салады, бірақ аю ойыншығы сағатты түсіріп алады. Сэм сағатты алып, 24 сағаттан кейін сигнал беруін реттейді. Өйткені Чарли осы уақыт ішінде тозаққа барып қайтуы керек, әйтпесе мәңгі қалады. Сэм оларға порталды ағаштар арқылы табуға болатынын айтады. Чарли жолға жылдам шығады, бірақ бензоколонкадан кеткен соң, Сэм жас жігітке көліктің ерекше мүмкіндігі туралы айтуды ұмытқанын еске алады. Кеш. Енді Чарли Жошуа ағаштары арқылы жылдам жүреді, кенет көліктен шығып, тоқтауға бұйырады. Чарли көлікті тоқтатады және сержантты атып өлтіруге мылтығын дайындайды. Бірақ бұл жолы шыққан шынайы полицей. Жас жігіт көлікті жылдамдатады, полицей артынан қуады. Кенет жолдың ортасында портал ашылады. Чарли оның ішіне кіреді, полицейді артта қалдырады және тозаққа жетеді. Жүздеген шақырым топырақ пен таулардан басқа ештеңе жоқ жер. Ол жерді зерттеп жүргенде сержант Рейчелді тозақ асханасына апарады. Онда айыпталған жан дүниелер тамақ күтеді. Дәл сол сәтте бір полицейдің жаны оны мазалай бастайды. Жабырқауланған тозақ полициясы мылтығын шығарып, оны атып, жаны жоғалтады. Шатасу кезінде Рейчел сержанттың абайсыздығынан пайдаланып, сусынды кілттерге құйып босап шығады. Одан кейін асханадан қашады және шөл арқылы өтуге тырысады, бірақ Ройстың жетекшілік ететін мотоциклшілер тобы оны қоршап алады. Өкінішке орай, топ басшысы оны сержантқа тапсырады. Ол сержанттың борышкер екенін айтады. Сағаттардан кейін Чарли де асханаға жетеді, бірақ Рейчелді сержант әлденеше алып кеткен.
Оған қоса, мотоциклшілер тобы оны шабуылдайды және басшы не істеп жатқанын сұрайды. Чарли жартылайын тозақ полициясынан құтқаратынын айтады. Бұл батылдық үшін Ройс оны жібереді, бірақ егер Чарли тозақта жойылса, жаны мәңгі мотоциклшілерге қызмет ететінін ескертеді. Басқа амалы жоқ, Чарли келіседі және жолға шығады. Топтың ортасында Сэмнің жарысқа ұқсас әдемі жас қызды көреді, бірақ уақыт жоқ. Ол жылдам жолға шығады және сержанттың көлігін табады. Чарли қылмыскердің көлігін қуып, тоқтатпақ болады, бірақ көлік оның соққыларын төтеп тұрады. Күрес жалғасады. Чарли мылтығын шығарады, бірақ сержант жылдам әрекет етіп, оның көлігіне оқ атады, көлікті қатты зақымдайды. Нәтижесінде Чарли жолдан шығады, ал сержант Рейчелмен тозақ қаласына бет алады. Жас жігіт үшін көліктің зақымы күткеннен ауыр. Фары сынған, май төгіледі. Ол шөлде көмек іздейді, бірақ көліктен алыстап жүргенде, белгісіз жүргізуші көлікті тартып апаратынын көреді. Чарли ұрыны тоқтату үшін жүгіреді, бірақ ол механик Бигл болып шығады, оның жанында жұмбақ бала бар. Адам көлікті тасталған деп ойлағанын, бірақ шеберханасында жөндеп беретінін айтады. Чарли көмекті қабылдайды және итімен бірге оларды шеберханаға еріп барады. Қиындықсыз Бигл көлікті жөндеп, ақы алмайтынын айтады. Бұл мейірімді күтіппен қабылдаған Чарли рахмет айтып, Рейчелге қарай жылдам шығады. Биглмен бірге болған баланың есікте ілулі кеткенін байқамай. Минуттардан кейін олар тозақта жақсы ниетті жан дүниелердің қорқынышты жазалатын жеріне жетеді. Сонда бала, адам деп аталатын, Чарлиге көрінеді және Рейчелді табуға көмектесе алатынын айтады, өйткені сержант оны қайда апарғанын біледі. Жас жігіттің Бенге мейірімділігін көрген соң, Чарли көмекті қабылдайды. Жолдың ортасында ол адамның тозаққа қалай түскенін сұрайды. Адам әкесі жолда ұйықтап, сержантқа жойылғанын, өзі Биглге берілгенін айтады. Тозақ полициясының тағы бір құрбаны екенін көрген Чарли Рейчелді құтқарып, оны тірілер әлеміне қайтаратынын уәде береді. Бала қуана келіседі және Рейчелдің Хафиз атты түнгі клубқа апарылғанын хабарлайды. Ойынға келгенде Чарли адам мен Бенді көлікте қалдырып, Сэмнің мылтығымен ішке кіреді. Ішінде бірнеше қыз торларда ұсталғанын көреді және барлығын аралап, Рейчелді табады. Оны босатуға тырысады, бірақ сержант жақындайды. Жас жігіт оған мылтық атады, бірақ пайдасы жоқ. Чарли мылтығын қайта жүктеуге тырысады, бірақ сержант тоқтатады және оны торға лақтырады. Ақырында тозақ полициясы Чарлидің мылтығын алып, оған оқ атады және Рейчелді көлікке қайтарады. Кейін клубтан кетеді. Чарли ауыр жарақатпен қалады. Оны қауіпте көрген адам көмекке жүгіреді, бірақ Бигл пайда болады және оны құтқара алатынын айтады, бірақ адам шеберханадан қашпауын уәде беруі керек. Бала келседі, содан Бигл адамның қолын Чарлидің жарасына қояды және жұмбақ сиқыр қолданып емдейді. Бақытымызға орай, жас жігіт клубта оянады, толық сауығып. Бигл оның мықты жүрегінің арқасында тірі қалғанын айтады, бірақ енді тірілер әлеміне қайту уақыты келді. Чарли бас тартады, өйткені Рейчелді оңайлап тастай алмайды. Бигл тозақ қаласына апаратын жоқ, жол атты қысқа жолды ұсынады. Жас жігіт бұл жолды таңдайды, бірақ Бигл адамның уәдесіне байланысты бара алмайтынын ескертеді. Чарли өкінеді, бірақ жолын жалғастыру керектігін біледі және қысқа жолға шығады. Жолдың ортасында Ройс пен оның мотоциклшілері қайта шабуылдайды, бірақ ол олардан құтылады және қысқа жолды табады. Бірақ жол тау үңгірінің ішінде және тек жаяу жүру керек. Ол көлігін қалдырып, үңгірге кіреді, бірақ жақында мотоцикл дыбысын естіп, Ройс деп ойлап, күтпеген шабуыл жасайды. Бірақ бұл Клара болып шығады. Жас қыз нашар шешімге байланысты Сэмнен айырылып, тозаққа түскенін айтады. Ол Чарлиге солай жасамауын кеңес береді, бірақ жас жігіт Рейчелді құтқару миссиясына берілген. Клараның ескертулеріне қарамастан, Чарли үңгірді жалғастырып, қонақүй бөлмесіне апаратын есік табады. Сонда ол төсекке байланған Рейчелді табады. Оны қайта көргеніне қуанады, бірақ оның әдетінен басқаша екенін сезеді. Рейчел жігітімен романтикалық сәт өткізгісі келетінін айтады, бірақ сержанттың жақындап келе жатқанын сезеді. Қорқынышы шындыққа айналады. Тозақ полициясы бөлме қабырғасын бұзып кіреді және шабуылдайды. Полицей мылтығын шығарады, бірақ Чарли оны стулмен қарусыздандырады. Дегенмен тозақ полициясы күштірек, соққымен құлатады және қабырғаға соғып тастайды. Сержант соңғы соққыға дайындалады, бірақ Чарли еденнен мылтығын алып, полицияға дәл атады.
Оқ дәл тиеді және тозақ полициясы жойылады. Сондықтан Чарли Рейчелмен қашады, бірақ ол бөлмеде романтикалық сәт өткізуге қызығады. Бұл Рейчел емес екенін сезген Чарли кетеді, содан жалғандық ашылады. Айнадағы шағылыстан жас жігіт Рейчелдің жынның бетпердесін кигенін көреді. Сондықтан жаратылыс оған шабуылдайды. Чарли қарсы тұрады, бірақ жаратылыс оны стулға байлап құйрығымен сығырады. Дегенмен жас жігіт қалтасынан пышақ шығарып құйрығын кеседі және босап шығады. Ақырында мылтығын шығарып, жаратылысты аяқтайды. Ол төсек астындағы құдыққа түседі, тозақтың тереңіне апаратын. Чарли бұл шайқастан жеңіспен шығады, бірақ қысқа жол иллюзия болған. Енді Рейчелді құтқару уақыты қысқара түседі. Дегенмен жас жігіт көлігіне отырып, жолға шығады және бірнеше көліктердің үлкен туннельге қарай бара жатқанын көреді. Ауыспалы өткел күреске айналады. Қоршаған көліктер Чарлидің көлігін соғып, тозақ қаласына жетуін тосады. Бірақ жас жігіт берілмейді. Қарсы көліктерден жалтарып, туннелден өтеді және қалаға кіреді. Сонда ол жаяу жүруі керек және Бенмен бірге серверлердің қорғалған көпірден өтеді. Тозақ иті жаратылысы Чарлидің өтуіне рұқсат бермейді, бірақ Бен оның назарын аударады, иесі өтеді. Жас жігіт көпірдің соңына жетеді. Ол тірілер әлемінен келген паромшы Карен бақылауындағы жағажайға апарады. Ол Чарлиге тозақ қаласына қайықпен өткізетінін айтады, бірақ көлден өткен соң қайта алмайтынын ескертеді. Чарли кеңесіне рахмет айтып, ақырында тозақ қаласына жетеді, үлкен мегаполиске ұқсас. Сонда күзетшілер қуып келеді, бірақ ол кедейлік бөлмесіне қашады және Рейчелді табады. Оның шынайы екенін растау үшін айнаға қарайды және жартылайын тапқанын біледі. Өкінішке орай, қайта кездесу шайтанның өзімен үзіледі. Ол Рейчелді өз жарыс етіп ұстағанын айтады. Сондай-ақ Рейчелге Чарли ұсыналмайтын сыйлы өмір беретінін уәде береді. Бірақ жас қыз ұсынысты бас тартады, өйткені Чарлиді шынымен жақсы көреді және онымен өмір сүргісі келеді. Жұп бір-бірімен бірге болу үшін бәрін жасайтынын көрген шайтан оларды жіберетінін айтады, бірақ артқа қарамау керек, әйтпесе ешқашан бостан болмайды. Жұп шартты қабылдайды және қашады, бірақ көп ұзамай шайтан күледі және Бигл механигінің бетпердесін ашады. Минуттардан кейін Чарли мен Рейчел қаладан шығады, бірақ өткендердің айыпталған жан дүниелері оларды қоршай бастайды. Бақытымызға орай, Рейчел сержанттың көлігін табады және есік тұтқасын ашу қимылымен ішке кіреді. Содан сержант пайда болады және қуып келеді, бірақ Рейчел көлікті жылдам қосады және қашады. Жұп шығатын түйіспесіз туннел арқылы қашады, бірақ Рейчел жолды біледі және жылдам жүруді бұйырады. Қыз тағы дұрыс айтады, көлік қабырғадан зақымсыз өтеді және қала шығуына бет алады. Ақырында Чарли көлікке оқ атып, сержантты кешіктіреді, содан Жұп Бенмен бірігеді және туннел шығуына аттанады. Бұл арқасында олар бірнеше километр алға өтеді, бірақ көлік тозақ полициясының бұйрығымен механиктер тобы жөнделе бастайды. Кезінде Чарли Биглдің шеберханасына тоқтап, уәдесін орындау және адамды құтқару үшін барады. Бірақ шеберхана орнына үлкен асман бұлшынытқыш табады, одан бұрынғыдай емес Бигл шығады. Чарли адамды алуға келгенін айтады, бірақ Бигл немесе шайтан жас жігіттің кетуіне рұқсат бермейтінін ескертеді. Сондықтан Чарли сынақ ұсынады. Тозақ полициясымен жарыс. Егер олар қашып кетсе, адам Биглден босап, Жұп пен Бенмен бірге тірілер әлеміне қайтады. Бірақ егер тозақ полициясы ұстаса, адам ғана емес, Рейчел де мәңгі тозақта қалады. Шайтан келіседі, өйткені әзірге адам мен Рой сияқты балалары ғана болған. Енді Рейчел арқасында заңды ұл алып, тозақты және болашақта тірілер әлемін бағындырады. Шарт бекітіледі және Чарли Биглдің көлігін жарыс басталу орнына еріп барады. Олармен бірге Ройс пен оның тобы келеді. Клара Сэмге барлығы жақсы екенін айтуын сұрайды. Барлығы дайын болған соң, Бигл Чарлиге тозақтан шығу жолын көрсетеді және жарысқа түспеуді ұсынады. Бірақ жас жігіт қызыл қалпағын киіп, бар мотивациясын жинап, соңғы мақсатына жылдам шығады. Секундтан кейін тозақ полициясы көлігінде пайда болып, жылдам жүреді және жарыс басталады. Жарыс кезінде Ройс әкесіне қарсы шығады және ол да тозақтан шығу мүмкіндігін қалайтынын айтады, бірақ шайтан бас тартады. Ройстың әрқашан сәтсіздік болғанын айтады. Ашуға булып, Ройс шайтанды жоққа шығарады және Кларамен бірге мотоциклінде порталға қарай аттанады.
Ройс мотоциклін максималды жылдамдыққа жеткізеді, және тозақ полициясының көлігіне жетеді. Ол дереу оған мылтығын бағыттайды, бірақ мотоциклші полицияның борышкер екенін еске салады. Сержант мылтығын төмендетеді, және Ройс Чарлидің көлігіне жетеді. Қылышын қолда ұстап, Чарлиге көлікті тоқтатып, жарысқа бас тартуын бұйырады, өйткені порталға өзі өтеді. Чарли бас тартады және мылтығын шығарады, бірақ Клара мейірімділіктің соңғы әрекетінде оның бетіне матамен жабады, нәтижесінде мотоцикл басқарылмай қалады. Олар жартастан құлайды, Ройс өз қылышымен жарақатталады. Бір қиылып кетті, бірақ тозақ полициясы әлі жоғалған жоқ, және Чарлидің көлігіне жақындайды. Полицей көлікті соғады, сондықтан жас жігіт мылтығын шығарып, тозақ полициясының басына дәл атады. Дегенмен ол жойылмайды және адам көзілдірігінің бұзылуы ғана жоюға мүмкіндік беретінін айтады. Чарли Рейчелге мылтығын қайта жүктеуді сұрайды, бірақ бір ғана оқ қалған. Қоса, тозақ полициясы бірнеше оқ атады, Рейчел оқты орынға түсіріп алады. Қуғыншылық қарқынды, тозақ полициясы мылтығымен көлікті жояды. Рейчел оқ іздей береді, бірақ отырғасында көліктегі құпия құрылғыны табады. Батырманы басып, көліктің нигерін іске қосады, дәл Сэм ұмытқан ерекше мүмкіндік. Бұл арқасында көлік толық жылдамдықпен жүріп, ақырында Чарли, Рейчел, Бен және адам портал арқылы өтеді және тозақтан қашады. Екінші жағында топ тірілер әлеміне қайтады. Чарлиді қуған полицей әлі жолда тұр. Жас жігіттің көргенін сенбейтін полицей оны сол жерде ұстайды, бірақ Чарли ең нашар нәрсе аяқталды деп ойлайды. Бірақ ол ерте тойлайды. Секундтан кейін тозақ полициясының көлігі отқа оранған күйде жарнамалық тақта арқылы шығады. Содан сержант оларға қарай жүреді, және құбыжықты құбылысты көрген полицей оған мылтығын босатады. Бірақ оқтар пайда бермейді, және бір соққымен тозақ полициясы полицейді көлік астында тастайды. Қылмыскер Чарлиге жақындайды, қолдары кілтпен байланғанға қарамастан, жас жігіт полицейдің бас киімін ұстап, соққымен шабуылдайды. Ол қылмыскердің көзілдірігінің бір шынысын бұзады, бірақ тозақ полициясы төтеп тұрады және мылтығын Чарлидің мойнына бағыттайды. Барлығы жоғалғандай көрінгенде, Рейчел жігітінің мылтығымен пайда болады, және тозақ полициясының көзілдірігіне тазатады. Әлсіз жері бұзылған соң, құбыжық мың бөлікке жарылады, және топ ақырында тозақтан босайды. Бұл шайтанды да таң қалдырады. Бұл оқиғадан кейін Рейчел мен Чарли ата-аналарының рұқсатымен үйленеді және Бенмен бірге бақытты, гүлденген өмір сүреді. Олар адамға отбасысын табуға көмектеседі, ал Сэм бензоколонкада тұрып, өткендердің тозақ жолына өтпеуін ескертеді. Бұл фильм туралы ойың қандай? Төмендегі пікірлерге жаз. Видеоны ұнатсаң лайк қой және жазыл.